Сен менің бақытымсың, бейтаныс қызға жан тәнімен ғашық болған жігер тобының әншісі 20 жыл бұрынғы құпиясын ашуға дайын. Екі жастың махаббат хикаясы немен аяқталды? Бірер минуттан соң білеміз, әзірге шағын жарнама. Сен менің бақытымсың. Сен менің бақытымсың әні бұл әлі де хит. Үйге қайтып барсам, мен қайтатын жолмен үйге қайтып бара жатыр екен. Маған алып кеп көрсетті үйде. Ол негізі маған арналған дұрыс. Мамалар шығарып жүрсек бола ма? Студияда. Енді сіз алғаш бұл әнді естігенде қандай сезімде болдыңыз? Күшті сезімде болдым. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Махаббат, құштарлық және романтика. Бұл сөздің бәрі жігер тобының репертуарындағы туындыларда тоғысқан. Ал қос ғашықтың хикаясын қазір баяндаймыз. Енді біз тағы да бір хит әннің тарихына тоқталамыз, ол үшін экранға назар аударайық. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың әні кезінде талай ғашықтың сезім қылын шерткен шығарма еді. Махаббатқа толы туындына 2002 жылы дәл осы жігер тобының солисі Қанат Елікбаев сүйген қызына арнап жазған. Ол кезде бұл бозбала колледж студенті. Өзімен бір курста оқитын сұлуға көзі түскен сері бірден ұнатып, бойдағы құштарлықты әнмен ұштастырады. 20 жылдан асса да өміршеңдігін жоймаған хиттің сыры неде? Осы әнге арқау болған ару қазір қайда? Әнші жігіт жүрегін жаралаған қызбен қосыла алды ма? Әлде ән кейіпкері басқаның бағы болды ма? Бүгін астарлы ақиқатта дәл осы сансыз сауалдың нақты жауабын білеміз. Бүгін студиямызда жігер тобы және дәл қазір осы әннің авторы, жігер тобының әншісі Қанат Елікбаевты студиямызға шақырамыз, қарсы алыңыздар. Қанат, студияға қош келдің, көргеніңізге өте қуаныштымыз. Уағалейкум ассалам. Сен менің бақытымсың әні бұл әлі де хит. Сол кездері шыққан жылдары жастардың арасынан кеңінен таралды. Қай жылы жазылған ән негізі? Бұл ән енді айта кетсем 2002 жылы мен 9 сыныпты бітіріп, бізде Таразда актер өнері театр колледжі ашылады. Сол кезде алғашқы ашылуы, оның алдында Таразда болмайтын. Соны ашылғаннан кейін 2002 жылдар барам, сол жерге түсім, 9 сыныптан кейін түсім. Сол кезде енді 9 сыныптан кейін колледжге түскеннен кейін енді міндетті түрде бір 10 сынып пен 11 сыныпты бірінші курста бітіру керек қой. Сөйтіп те басқа мамандықтармен бірге қосады бізді. Сол жердегі сол басқа группаға түскен жігіт айтады маған, есімім Мадияр айтады. Бір қызбен таныса алмай жүрмін дейді. Бір сыртынан көріп қалдым, оны атып қалдым деді. Немене таныса алмай жүрсің, айтпайсың ба маған, мен ақ таныстырайын сені дедім. Не қиын несі бар деп қойым, жаңағы өз-өзіме қатты сендім. Енді ол жігіт енді өнер адам емес қой, кішкене ыңғайсызданады. Біз енді әбден кішкене өнерде жүріп, сахнада жүріп қалғаннан кейін сәл кішкене қыз баламен таныса аламыз. Сонымен ойында ма өзім таныстырамын дедім, сыртынан көрсетті, артқа бүйтпей түлге бетін көре алмадым, киімін, прическасын бәрін жаттап алдым. Сонымен қайтқан кезде сол қыз өз құдай өзі реттеп алып келді ма, алдымда қарасам, үйге қайтып барсам, мен қайтатын жолмен үйге қайтып бара жатыр екен. Сөйтіп қасында құрбысы менің көршім болып шығады. Ана қызбен құрбымен таныстырсайшы дедім. Ол енді қипақтап таныстырмай қояды. Жарайды, мақұл дедім. Сөйтіп автобуста тұрсам, жаңағы кетіп бара жатыр, барам, қасына жақындаймын. Қолын қысып алам, тұрбаны ұстап тұрады, қолын қысып алам. Жұлқып тартып алады, қайттан қысып алам, қайттан тартып алады. Мен де қайттайым, адам көп, қысылысып қасына тұрып алам. Соны ақырында әңгімеге келтірдім. Сөйтіп сұрасам, бізден кейінгі басқа келесі микрорайонда тұрады екен. Мен 8-де тұрып алсам, ол жаңа 7-де аржанды яқа. Жарайды, сөйтіп шығарып сап. Сөйтіп күнде шығарып сап жүрсем, адосы ұмытып кеткенмін ғой, таныстырам деп. Соңында ана қыз не болды деп бір күн сұрайды. Таныстың ба деп. Енді не істеймін деп тұрғансың ғой ана. Сен бір жағынан тұрып, сол кезде енді бір балалық қой енді. Сен тұрып, жаңағы анамен танысып, саған кетіп қала ма деп, өзім ұнатып қалғаннан кейін қызғанышпен тұрып айтқаным ғой енді өзі.
Ол қыздың не екен, қазақша группада оқымайды екен, қазақ тілін онша білмейді екен, сөйлей алмайды екен деп, ой, құрып кетсін, онда керегі жоқ деді. Қуанып кеткенсің ғой жерде. Сонымен сөйтіп жүріп, ғашық болып, лекция басталды. Қазақ тілі әдебиетіне лекцияны бәрін ұмыттым, жайында қалды сабақ. Күнде ойлайтыным сол. Сонымен отырып, сөзін жазам, сен менің бақытымсың деп. Сөзін жазам, ол бір ақындық түгім жоқ, бірақ сол кезде әйтеуір Құдайдың бергені ма. Бірақ көп ақындар маған осы сөзден кейін маған көп критик жасады. Одан кейін сөз жазбай кеттім. Сөзің шала дұрыс емес, сен ақын емессің деді. Әнің әдемі шыққан, әнін жазып жүре берші деді. Сонымен сөзімен ән өзімдікі болып қалды әйтеуір. Сөйтіп 2002-де солай шыққан, сол қызға арналып шыққан ән. Бұл ән шыққан кезде жігер тобы жоқ етін. Ол кезде Болатбек отыр, мында досым. Бауырым отыр, көзі Болатбек екеуміз бірге бір дуэт боламыз деп армандап, қиялдап жүретін кезіміз ғой. Сол кезде шыққан кезде ең алғаш тыңдаған осы Болатбек болды. Осындай ән шығардым, қызға ғашық болып деген. Ең бірінші, Асеке, ең бірінші негізі бірге жүрдік қой сол кезде. Маған алып кеп көрсетті үйде. Ол негізі маған арналған да сөздерін жазған енді ол кезде не сөз жазамыз? 9 класс бітірген баламыз. Қатты асып баратқан ақындығы жоқ. Ұйқас болса болды әйтеуір. Ұйқастырып жазған енді. Сол екеуміз әйтеуір айттық, давай сенің ұстазыңа барайық. Мына баланы шығарып жіберсек бола ма? Студияда. Нашты бұның. Ана мектепте жаңағы Өсербай Шахриза деген менің класс жетекшім тіл әдебиет мектебінің несінде оқығам да өзім. Бізде класс-класспен бөлінеді, мен тіл әдебиетте оқығам. Сол кезде ұстазымды айтады ғой, жүрсек ұстазыңа баруынша кішкене мына аяқ жағын келтіре ме жатырмыз енді, бітіре ме жатырмыз. Сол аяқ жағын бір өңдеп келтіріп жіберейік деді. Бопты, өңдеп келтірсек келтіріп жіберейік деп сөйтіп екеуміз жігер тобы негізі дуэт болып кетіреді, негізі сол апайымызға бармағанда. Сөйтіп мектепке барамыз. Мектепке барсақ, анау жігіт, үшінші жігіт отыр әнекей. Данияр. Жүнсалиев Данияр деген жігіт. Жалғыз өзі сабақтан қашып кетіп, активист залда ямақа тартып отыр ғой. Сабақ қайда деп қойымызға, концертке дайындалып отырмын деп, кетіп қалдым деп қойды. Ойнап жатыр енді. Бұны Алла тағала өзі реттеп жатыр ғой, бүйтпейтіп. Сөйтіп екеуміз бір не алып жүрсіңдер деді. Осыны өсе танысып қойыңдар, екеуін таныстырам. Бір әнді апайға келіп аяқ жағын бір өңдетіп жіберейік деп ек дедік. Қандай ән деді. Осындай осы деп екеуміз айтып бердік. Отырып ямаханды отырып тартады. Мына күштен ғой. Үшеуміз тіре болайықшы деді. Ол қыз білді ма бұл әннің өзіне арналғанын? Ол қыз білді. Трионың орындауында тыңдады ма, жоқ әлде өзіңіздің? Қасындан шықпай жүріп білдіртіп, қазір 3 баланың анасы қылдық қой. Тамаша. Санаулы минуттан кейін сен менің бақытымсың әннің басты кейіпкері Айнұр Елікбаева Астана Ақиқат студиясына кіреді. Жігер тобының әншісі Қанат Елікбаевтың елден жасырған қандай құпиясы бар? Шағын жарнамадан соң толығырақ айтамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, эфирде Астана Ақиқат біз жалғастырамыз. Дәл қазір Жігер тобының орындауындағы Сен менің бақытымсың әнінің кейіпкері туралы тың деректермен бөлісіп, осыдан 20 жылдан астам уақыт бұрын әнші жігіттің жүрегін жаралаған арумен сұхбаттасамыз. Ендеше осы әннің шығуына себепкер болған, әннің прототипі Жігер тобында құрылуына себепкер болған деп айтсақ болады екен. Айнұр Елікбаева, сіздің асыл жарыңызды студия төріне шақырсақ дейміз. Қарсы алыңыздар. Айнұр, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді сіз алғаш бұл әнді естігенде қандай сезімде болдыңыз, және өзіңізге осындай ән арналғанын қалай қабылдадыңыз? Күшті сезімде болдым. Көрсеш қалай қабылдадың? Былай қабылдадым да. Енді ол кезде біз енді дос болдық қой. Сендіңіз ба, сенген жоқсыз ба сізге осындай ән арналғанын? Басында сенген жоқпын. Әншілер әйтеуір айта береді. Біраз қыздар ғашық болып жүрді екен. Ән айтады, тобы бар. Біраз қыздарға арнап шыққан ғой, соны өтірік алдамасыншы деп сенбеген ғой. Ол да дұрыс шығар. Яғни бірінші сенген жоқсыз, кейін түсіндіңіз. Шынында да сондай нағыз сезімнен пайда болған хит ән екен. Енді бұл әнді жастар жақсы біледі, үлкендер де, жастар да, енді алдыңғы буында, кейінгі буында. Қазір де TikTokта көптеген жас өнерпаздар, орындаушылар орындап жүр екен. Бізде қазір кавер тайм айдары. Осы әнді бірнеше әншінің орындауында тыңдап көрсек, және сіздерге ұнаған нұсқасын таңдасаңыздар. Ұнатып ең жалғыз сені,
Ал қайсы нұсқа ұнады сіздерге? Көресің, а? Автордан сұрайық, қайсы нұсқа ұнады сіздерге? Екі ғой деймін, Жоқ, екінші нұсқасы енді ол анау Спартак КВН командасы. Балалар, Спартак балалар оны өйткені орындағаны жалпы біздің ана немізге келеді да, Данияр жаңа айттым ғой оқиған. Актовый залда отырды деп ше. Сол есіме түсіп кетті да жаңа кімдердің шыққандары. Ол сол кез заманның өзі бір құндылығы ғой. Үшеуміз 1000 теңгеден жинап 3000 теңгеге жаздырғанбыз соны. Содан кейін ары қарай тағы да жинастырып кеп, тойға бір 1500-2000 теңгеден тағы бір кіріп шыққан күндеріміз болып барып, 7000 теңгеге Шымкентке барып даусымызбен свидание жасап. Досболат ағаға жазды. 7000 теңгеге. Бас аяқ 10 000 теңге. Бас аяқ 10 000 теңге. Енді 10 000 доллар алып келген шығар әлде одан да асып кетті. Аллаға шүкір бүткіл бәріміздің мінекей. жақсы табыс таптыңыздар ғой бір әннің арқасында. Жігер тобының тағы да бір әні бар, Сүйіктіме деген. Одан кімге арналған? Сүйіктіме осы кісіге енді бірге жүрген 2 жылдан кейін 2004 жылдары. Бірақ осы ол жарық көргені кейіннен ғой. Ал дүниеге келгені ол кезде енді екеуміз бірге күнде үйге қайтамыз. Өзімізде празднойымыз бар. Автобуспен қайтпаймыз. Алдындағындай жаяу қайтамыз. Қайтатын өз жолымыз бар. 1-2 парк бар. Тікелей кесіп өтсең үйге тез жетесің. Солмен қайтып жүрген кезіміз күнде сол кезде бір жерден той шығады да мен кірем 500 теңгеге барып ән айтып келгем. Данияр екеуміз барып ән айтып келгенбіз. 500 теңгеден ағамыз ол кезде. Сол кезде 500 теңгені бүйтіп қарашығында тақтап жүргем қалтамда. Сөйтіп екеуміз қайтып баратамыз. Сөйтіп индийский кинода жаңбыр жауып кетеді ғой. Қар жауады. Қар жауып кетеді. Қалың қар жауады да студенттердің бәрін үйге қайтарады ертерекші үйден. Ауа райы быт-шыт болады. Үйге қайту керек. Сонымен енді автобус адам қырған осындай енді мен осы жерден көрсетпесең болмайды деді мен. Айтып тық болған ақшаның шығарғасын. 500 теңгені аямай үйінде барып тастағам ғой. Апарып таксиден түсіп, ақшасы көп адам соң жақсы аға деп қойып, жүр суық қаласың деп. Подъездің алдына кіргізіп, екеуміз әңгімелесіп тұрып, сөйтіп шыны керек сол кезде бар ғой. Бір бетіңнен де сүйіп шығарып самаппын ғой. Бірақ десекте сол уақытта ән шықты ғой, осы Сүйіктіме ән шықты ғой. Сол 2004-те сол еске түсіп жатыр да. Сол кезде жүрген кезде бізде газет беретін университетте. Университеттің жаңалығын көріңдер, оқыңдар деп апайымыз беретін. Үйге алып барам, ашам, былай ашам, қызық емес, ашам, мынау да қыз емес, қарасам өлең шумақтар. Сүйіктіме деген. Бақытжан Әлқұлов деген ақын жігіт. Сөйтемді сөздерін оқиым, теңеулері керемет. Өзім осы жақында жаурап келгем, мына кісіні шығарып салам деп. Сөйтіп анау сондай тәтті сөздер, теңеулері болды да әдемі. Сонымен үйде отырып гитарамен ән шығарам. Тамаша. Енді бүгін барлықтарыңызға рахмет. 3 хит әннің тарихымен таныстық, өзінің әрқайсының оқиғасы бар. Ендеше Жігер тобының орындауындағы Сен менің бақытымсың әнімен бағдарламамызды аяқтасақ деп тұрмыз. Жігер тобын сахнаға шақырамыз. Ұнатып ем жалғыз сені, самалды желкешінде. Саған деген махаббатым бір көргенде келді ме? Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сенің сұлу көздеріңді ұмыта алмадым жаным. Кінә болса кешір мені, кінәм ғашық болғаным. Сен менің бақытымсың, іздеген